сіздерді оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Әрдайым мемлекет басшысы білім саласына ерекше көңіл бөліп, тиісті шешімдер қабылдап отырады. Барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Мұғалімдер статусы туралы заң қабылданды. Келешек мектептері ұлттық жобасы іске асырылды. Бүгінгі таңда адал азамат тәрбие бағдарламасы енгізіліп отыр. Осынау күні біздің облысымызда 354 мектепте 11 сыныпты 5000-нан артық оқушыларымыз бітіріп, бір жағынан қуаныш, екінші жағынан қимастық сезім. Бір жағынан үміт, екінші жағынан сенім басым болып отырған осындай күн барлығымызға құтты болсын. Үлкен өмірге аяқ басып отырсыздар. Осы туылғаннан бері өздеріңізді әрдайым қолдап, жақсы жақтарыңызды қошеметтеп, қажет кезінде мықты білім алып, жан-жақты білікті маман болып шығып, Қазақстанымыздың қарқынды дамуына өз үлестеріңізді қоса беріңіздер. Біздің мектебімізде 44 оқушы бітіріп, оның 16-сы алтын белгіге үміткер. Жалпы мектебімізде 1024 болған оқушы биылғы оқу жылын аяқтады. Білім сапасы 99%. Бұл үлкен жетістік. Қала бойынша үздік ұйым деген конкурсқа қатысып, бас жүлдені жеңіп алып, облысқа жолдама алдық. Қала бойынша біз ең үлкен, ең жоғарғы нәтиже беріп отырған біздің лицей. Сондықтан осындай лицейдегі мықты, дарынды, білімді шәкірттермен мақтанамын. Оларды әр уақытта қолдаймын. Осы 11 жыл бойы біздің лицейімізде оқыған үшін мың алғыс айтамын. Біздің ұстаздарымызға, біздің осы қаламызға және маған болашаққа деген ықпал еткені үшін алғыс айтамын. Және барлығына тілектерге бұл сендердің шектеулерің тек сендердің миыңдарында. Және сәттілік сендердің жауапкершіліктерің болсын. Рахмет. Лицейімізге мың алғыс!